Жалпы адамзат тарихында 20 ғасыр бұл әртүрлі соғыстар мен төңкерістермен ғана есте қалған жоқ. Мынау ғылым әлемінде, ақпараттық әлемде, қоғамдық өмірде әліпбилердің ауысуымен де есте қалды. Осы 20 ғасырда оның бастан аяғына шейін тіпті қазір мына бізде сол қатарға қосылып жатырмыз. 21 ғасырға дейін жүздеген халықтар жаңа әліпбиге ие болды, немесе әліпбилерін ауыстырды. Солардың қатарында қазақ халқы да 300 әліпбиін ауыстырды. Әліпби ауысқан елдердің көпшілігі әлбетте бұл мынау Европаның бас елдеріне отар болған Азияның, Латын Америкасының, онан кейін мынау Шығыс Европаның, Африканың елдері болды. Көбісінің ауысқаны бұл 95-97% деп айтуға болады. Бұл латын әліпбиіне ауысты. Яғни сонау классикалық діндер шығып, крес шорттары кезінде мынау әлем халықтарында әліпби ауысып болатын болса, сол дінмен байланысты. Мұсылман діні шыққаннан кейін арабтың насихатшыларының әр халықтарға сол мұсылманның қағидаттарын, ислам дінінің негіздерін таратып, сол исламға кіруге байланысты араб әліпбиі әлемнің түкпір-түкпіріне таралса, 20 ғасырда әліпби ауыстыру бірнеше ракурстан көрінді. Біріншісі, жаңа айтқанымыздай, саяси, бұл отаршылдықпен байланысты нәрсе. Екінші, өзінің әліпби жоқ елдердің мынау ғылым білімге ие болу үшін жазу мәдениетіне баруы, бұл Африка елдеріне тән. Онан кейін, үшінші, қазіргі кезеңдегі әліпби ауыстыру, бұл бір жағынан сол кездегі саяси қысымнан кету, екінші жағынан мынау жаңа жаһандану заманындағы ақпараттық кеңістікке, немесе экономикалық кеңістікке, немесе мәдени бірегейлікке көшумен байланысты болды. Бізде осы себептердің қай-қайсысы да біздің әліпбиіміздің тарихынан көруге болады. Діни себеп десек, бізге сонау қадым жазуы келді, Құран мен Мұхаммед алейхиссаламның шариғаттың негіздерімен. Егер саяси дейтін болсақ, Ыбырай Алтынсариннің кезіндегі миссионерлік әліпби келді. Тағы саяси негіз дейтін болсақ, тағы да латын мен кирилл. Ал енді қазіргі кезде қазақ баласы тұңғыш рет өзінің тарихында мемлекеттік деңгейде тұңғыш рет өз әліпбиді таңдады, әліпбиді жасады, қазір сол әліпбиге көшу қамында жүрміз бәріміз. Біріншіден бұл осы Қазақстанда тұратын 12 миллион 600 мың қам болса, қазақтың қам болса, сыртта тұратын 4,5 миллионға жуық халық бар, қазақ бар, әлемнің 45 елінде тұрады. Олар да ешқашан өзінің ата мекенімен бір әліпбиде тілдескен, үн қатысқан емес. Осы тұрғыдан келген кезде латын әліпбиі бұл жалпы 16 миллионнан астам бүкіл қазақтың басын қосатын әліпби болғалы тұр. Бұның өзде мынау сан ғасырлық тарихымыз, бере алғанда 5,5 жылдық тарихымыз бар дейтін болатын болса, бұл туысқандық жағынан да, генетикалық жағынан да, мәдени рухани жағынан да, ақпарат алмасу жағынан да, қай-қайсынан да бұл ыңғайлы жазудың талабы болмақ. Әліпбиді қабылдау, оның ережесін жасау бір, екінші оны халыққа таныстыру мәселесі бар. Осы тұрғыдан келген кезде жоғары оқу орындары, Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институты, Шайхтан Шаяхметов атындағы тіл қазына орталығы, бұл мынау әліпбимен, ережемен біздің оқытушыларымыз, мұғалімдеріміздің арасында бір алтын көпір болады. Осыдан шығатын нәрсе бұл әдістеменің үлкен маңыздылығы. Саяси шешім қабылданды, ережелерді ғалымдар дайындады, енді сол әліпбидің оның ережелерінің халыққа жетуі. Осы тұрғыдан келген кезде, қазіргі кезде биылғы мынау 2019 жылы бұл әдістеме жылы болып тұр. Солай жасалып жатыр. Көптеген мекемелер, оқу орындары меншіктің санына қарамастан қазір әліпбиді, оның әдістемені үйрете бастады. Әрине бұндай үйрету әр деңгейде. Осы тұрғыдан келген кезде біз 72 сағаттық бағдарлама дайындады тіл қазына орталығы. Мына 12 сағаттық өңірлерге баратын пилоттық бағдарлама дайындады. Біз сонда оқытушыларды қазір дайындап жатырмыз. Сол өз кезегінде сол оқытушылар өңірлерде немесе Астана, Алматы қалаларында жалпы халыққа шығатын болады. Оның бір жағында қазір Арфаев жұмыс тобы 3 кітап дайындап жатыр. Ол мына ереженің анықтағышы біреу, екінші мынау кісі есімдеріне байланысты
Сосын бір ономастика атауларға байланысты бір облыс, бір қала, бір ауданды алдық. Қала Алматы, Астана, облыс Қарағанды, аудан Алматы облыс Қарасай ауданы. Осылардың енді мекемелердің аттары қайталанады, қызмет көрсету, енді қай жерде бір Қазақстан ғой. Біз соны дайындап жатырмыз. Оны да сол қыркүйек амандық болса бітіреміз. Оның бір жағында 18 сабақтан тұратын жаңағы бейне дәрістер дайындалып басталды. Қазір бейне дәрістер оның түсірілімі болып қалады. Жақында осы мүмкін болса аптадан мүмкін келесі аптада. Оның бер жағын оның кейін тағы да бір тележобамен дайындап қазір қол жеткіздік. Онда да 18 телехабарда біз латынды әрі насихаттаймыз, әрі оқытамыз. Соған байланысты бір алаң болады да, теле алаң болады. Тағы бір істеліп жатқан жұмыс, бұл күнде халыққа күнделікті қолданысқа қажетті нәрсе, бұл пернетақта клавиатура. Оны қазіргі жаңадан құрылған цифрлық даму аэроғарыш және қорғаныс өнеркәсібі министрлігінің мамандары дайындап жатыр. Осы бірер аптаның ішінде ол 250 ма 500 данасы дайындалады. Соған біз тәжірибе жасайтын боламыз. Оған менің ойымша әртүрлі деңгейді алу керек, оқушы да оны басып көру керек, студент те оны басып көру керек, қарапайым адам да оны басып көру керек, мұғалім де, әдіскер де, психолог та, педагог та басып көру керек. Яғни осының бір орта статистикалық жаңағы бір өлшемі шығарылып, таңбалардың қойылуына байланысты, алыс жақындығына, оң қол, сол қолға байланысты біз сол министрлікке береміз. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, мынау қазақ сөзінде қазақ таңбаларының қолданылу жиілігі болу керек. Қолданылу жиілігі. Мысалы, қазір орыстардың ортасында П, Р, О, М, Н дегенде тұр ғой ортада. Біздің төрге барып тұрып алған анда-санда бір баратын сияқты. Біздің әріптер соған келу керек. Біздің менің ойымша біз 5-ке бөлгенбіз шартты түрде. Орта, оң қолдың жоғары жағы, оң қолдың төменгі жағы, сол қолдың төменгі жағы, сосын жоғары жағы. Міне жиілік осы бойынша орналасу керек. Оның бер жағында білім және ғылым министрлігінде мынау жазу үлгісі дайындалып жатыр қазір. Соның бүгін жиналысы болады, каллиграфия, сол каллиграфияға байланысты дизайнер қатысатын, психолог, педагог, әртүрлі мамандар қатысатын. Оның да бір шамасы бір айдың ішінде ол да дайын болып қалады. Өйткені қазіргі кезде біз оқыту барысында біз соған тіреліп жатырмыз. Клавиатура жоқ, қай жазу үлгісімен жазамыз, сондықтан баспа үлгісімен жазып жүрміз, әріптер бір-біріне қосылмайтын деген сияқты ғой. Басылма. Қазіргі кезде оны бір-біріне қосып, баяғыда біздің бастауыш класс үйреткендей, сосын ересектерге дәптер жасалу керек. Сосын мектеп оқушыларына да бастауыш классқа дәптер жасалу керек деп ойлаймын. Өйткені бізге көз дағдымыз бар, біз енді танимыз әліпбиді, бізге енді қол дағды керек. Қол дағды керек, ол қол дағды жазу. Әдістемеде әрине жетілетін тұстары көп, өйткені емін ереженің өзі де жетілетін тұстары баршылық. Неге десеңіздер, мына тарихта мысал айтуға болады, Ақаң 12-ші жылы сол тіл құралы оқу құралынан бастаған өзінің әліпбиін, өзінің сол оқулықтарын 26-27 жылға шейін жетілдіріп келген. 29-ші жылы қабылданған латын әліпбиіне түпкілікті реформа 38-ші жылы жүрді. Бұл сол қатал коммунистік партия нұсқауымен айтылған нәрсе айтылған күн істелетін уақыттың өзінде тіл оған бағынбай, тіл өз деген істеп 38-ші жылы реформа істеуге мәжбүр болды сол кезде большевиктер. 40-ші жылы қабылданған кирилл әліпбиде 57-ші жылы реформа істеуге мәжбүр болды. Яғни біреуінде 9 жыл кетсе, біреуінде 15 жыл. Оның бір жағында түркі халықтарының тәжірибесі осыны көрсетеді. Мысалға Әзербайжанда 92% Әзербайжан тұрады. Әзербайжан тілін білмейтін Әзербайжан жоқ. Соның өзінде бұлар 2018 жылы емін ережелерінің 4-ші нұсқасын қабылдады. Қарап отырсаңыздар. Яғни бұл тілдің өзі дамушы. Ол тек қана ақпарат қатынас құралы емес, ақпарат қатынас құралы оның тек қана бір ғана функциясы, тілдің 20-30-дан астам функциясы бар деп айтып жүр ғалымдар. Оның негізгі функциясы ол тілді жанды организм, біздің санамызбен байланысты, біздің рухымен байланысты. Ал халықтың санасымен, рухымен байланысты нәрсе әрқашанда түлеп, жаңғырып, жасарып, жанданып, дамып отырады. Осы тұрғыдан келген кезде біз емін ережеге де әлі ораламыз ғой деп ойлаймын. Бірақ қазір қолда бар негізгі ереженің біз қағидаттарын біз мұғалімдерге немесе халыққа түсіндіріп, оны игертуге күш салуымыз керек. Біздің туындайтын мәселе емін ережелерді мынау халыққа үйретудің кезінде қазақтардың әртүрлі мектептерде оқуы. Ағылшын мектебін бітірген бар, орыс мектебін бітірген бар, қазақ тілін бітірген бар.
Әрине, анау алдыңғы 2 мектепті бітіргендер қазақ тілін бітіргендей базалық оның лингвистикалық білім болмайды. Сондықтан бұл емле үйреткен кезде де біз осындай әр тарапты ойлауымыз керек. Оның бір жағында жас ерекшелігі бар, оның қызметінің ерекшелігі бар деген сияқты. Осы тұрғыдан келген кезде әдістеме қазір басталғанда бір типті әмбеге бірдей болып жүріп жатса, кейін ол іштей салаланып, тарауланып, тілдің деңгейлерін оқытқан сияқты, оның жаңағы салалық тұрғыдан келген кезде, игеру деңгейіне қарай келген кезде, тілдік дайындығына қарай біз арғай оны дамытамыз деп ойлаймын. Бұған Қазақстанның әлеуеті жетеді, ғалымдар бар, Құдайға шүкір, жұмыс істеп жатқан ізденістер бар, өйткені бұл жаңа нәрсе. Ал ғалым адам үшін, мұғалім үшін жаңалық деген жақсы. Өйткені мұғалімнің өзі жаңалыққа жаны құмар, ғалымның өзі жаңалыққа жаны құмар адамдар. Осы тұрғыдан келген кезде осындай бір құлшынысты бір серпілісті қазіргі қазақ қоғамынан байқауға болады. Әрине кейбір дұрыстайтын тұстарымыз бар, қарқын баяу тұстарымыз бар, оны қосуға, оларды қосу қажет. Ол әсіресе ақпарат насихат саласында халықтың кейбір бөлігі әлі күнге шейін латын таңбасымен латын тіл деп айтып қалады. Латын тіліне көшпейміз, латын таңбасына көшеміз. Немесе халықтың кейбір бөлігі латын әліпбиін тек ағылшын әліпбиі деп елестетеді. Ол ағылшын әліпбиі емес, ол латын әліпбиінде әлемде 500-ден астам әліпби болатын болса, латын әліпбиінде ол ағылшын соның бір ғана нұсқасы, бір ғана варианты. Ол ағылшын әліпбиінің өзі емес. Ол ағылшындар да өзінің жаңағы классикалық латынды алған жоқ. Классикалық латында бастапқыда 21 таңба болған, кейін 24 таңба болған. Оның өзінде де алып қосып өзінің қажетіне қарай, әр халық өзінің тілінің икеміне қарай оны бейімдеген. Осы тұрғыдан келгенде біз де өзімізге бейімдеп отырмыз. Бізде енді мынау ереже жасауда, әліпби қабылдауда бір үлкен басқа Өзбекстанға, Тәжікстанға, Өзбекстанға, Түркменстанға, Әзербайжанға ұқсамайтын бір нәрсе бар. Өйткені бізде орыс тілді орта бар. Көп адамның тілдік санасы орыс тілінде қалыптасқан. Сондықтан әліпби ауысқан кезде мына орыс таңбаларының түсіп қалуы, олардың жазылмауы, ол түсіп қалған олардың басқаша дыбысталуы, оларға бір оқыс көрінуі мүмкін. Бір күрт өзгеріс ретінде көрінуі мүмкін. Бірақ біз бүгінгі күннің ғана, ұрпақтың ғана қамымен емес, тілдің табиғатының қамымен ертең сол тілді дұрыстауға жұмыс істеуіміз керек. Сондықтан бұл латын әліпбиі бір таңбадан бір таңбаға көшу ғана емес, бұл жалпы тілдік реформаға бастайтын. Тілдік реформадан кейін қоғамдық сананың жаңғыруына бастайтын. Оның ар жағында өзіміз жиі айтып жүрген, елбасы айтқан рухани жаңғыруға бастайтын үлкен бір кешенді, үлкен бір жұмыс, тіпті бір ағым деп айтуға болады. Мына белгілі бір кезеңдерде бір ағымдар болады қоғамда, ұлттардың басынан кешетін, бір аймақтардың басынан кешетін сондай бір ағым басталды. Біз сол ағымға мына көрші өзіміздің посткеңестік елдерге осы тұрғыдан қосылдық. Бұл үлкен отарсызданудың қамы, бұл өзімізді тазалау қамы, рухани арылу жағынан келген кезде латын әліпбиі бізге үлкен көмек болады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласының өзінде қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі бірінші міндет болып қою тегін емес. Біз тіл жаңғырмай, тіліміз дұрысталмай, тілімізге деген өзіміздің қатынасымыз дұрысталмай, біз рухани жаңғыруға бара алмаймыз. Сондықтан бұл бәрінің де баршасының кепілде осы тіл. Біздің сондықтан да мынау жаңа әліпбиге сеніміміз де мол, күтеріміз де көп.